жерде бәрін ашық, ештеңені жасырмай, қалай бар солай көрсеткім келіп тұр. Мен мұнда суретке сәлем қыздар, бұл менің ютубқа арналған алғашқы видеом. Бұл ютубқа видеоның түсіруіне себепкер болған мына дүние яғни петличка. Осы уақытқа дейін петличкам жоқ, камерам жоқ деп откладывать етіп жүрдім. Енді маған кеше петличка подарить етті. Енді түсіруге менде отговорка жоқ. Сол үшін бұл менің бірінші видеом. Мен жалпы бұл видеода көп ойландым, не айтам, қандай тақырыпта қозғайым деп. И өзімнің басымнан өткен шынайы болған оқиғаны айтқым келеді. Оқиға дегенде жалпы менің осылай тұлға ретінде қалыптасуыма, жалпы осылай қалыптасуыма маған қандай әрекеттер әсер етті, мен өзімді неден шектедім, жалпы осы қалпыма жету жолындағы өзімнің жолымен бөліскім келеді. Мен бұл жерде бәрін ашық, ештеңені жасырмай, қалай бар солай көрсеткім келіп тұр. Мен мұнда сурет қалдырып кетем. Жалпы мен бірнеше жыл бұрын осындай болғанмын. Бұны да ұялмай, ашық, қалай бар солай көрсеткім келді. Менде ол кездері қандай состояние болды. Менде выгорание болды, өзіме көңіл толмау, өзімді біреумен салыстыру. Ол менің ішкі состоянием өте төмен болды. Всегда настроениемнің болмауы. Ал сыртқы бейнеме келсем, азанда ісініп тұру, жалпы фигурам тоже өзіме ұнамады. Қабағым былай, бет аузым күнде азанда тұрған кезде ісіп тұратын. Ол маған вообще ұнамайтын. И бір кездері менде что-то бірдеңе дұрыс емес, и өз-өзіммен жұмыс істеймін деп шешім қабылдадым. Не істедім? Мен вообще инстаграмда бүйтіп қарап отыратынмын, әдемі қыздарды көріп деп. И қазір ойлап отырмын да, бір как будто мен сондай бола алмайтын сияқты болып елестейтін еді, ойлайтын едім. Ой, типа бізге қайдан деген сияқты болды. Сөйтіп бір кезде миыма сигнал келді, не үшін оларды кезінде өзінің путтарын көрсететін. Мен всегда осыны ютубтан блог көретінмін, модельдердің да өздеріне қалай ухаживать ететін. И потом әр адам өз өміріне өзі жауапты екенін, өзінің қалай өмір сүретінін, өзін таңдайтынын түсіндім да. И поэтому өзімде все болды, балжан, сенің өмірің өз қолыңда, давай өз-өзіңді өзің көтер, өз-өзіңді қолға ал дегендей дүние болды. И содан соң мен күнде кешке бетіме массаж жасайтынмын, азанда ісініп тұрмау үшін. Массаж жасаған кезде менде көптеген қателіктер болды. Мен өзім ютубтан ізденіп, өзім қарап жасадым. Сосын барып тейп жапсыра бастадым. Олар менде көмектесті, бірақ массаждың бір минусы. Менде кокосовое масло, кәдімгі аптечный кокосовое масло. Сонымен массаж істегем ғой. И потом барып соны жумай жата салғам. Талай бірнеше уақыттар бойы солай істеп жүрдім да. Әсерінен менің бетімде комедоны болып, бетім вообще құртылып кетті. Короче, өзім тазалайым деп ойлағам. Сөйтіп өзім тазалап, оны травмировать етіп жібердім. Содан кейін менде оценкам вообще түсіп кетті. Сол кезде мен өзім бір ойымды ұстап алдым. Мен кезінде беті сондай угри болған қыздарды ішімнен кішкене андай қылатын едім. Блин, дұрыс уход таңдамай ма? Конечно, арзан уходпен қолданады. Конечно, содан кейін беті осындай болып жүреді, өзіне қарап жүрсе болады ғой деген сияқты кішкене ана бетіп, шынын айтайын, кішкене бетіп жеткеншектеп сөйтетінмін. И сол моментте өзімнің бетім сондай болып кеткен екен, блин, дедім. Мен угримен күресіп жүрген қыздардың ішкі болын сол кезде түсіндім. И өзімнің артық айтып қойғанымды түсіндім. И Алла маған соны нәрсені өзімнің алдыма алып келіп, сол кездегі қыздардың өзінің ощущениясын өзіме сезіндіргенін түсіндім да. Күнде азанда тұрасың да, например, айнаға қарайсың, и өзіңнің айнаға қарап тұрған видің өзіңе ұнамайды ғой. Ананы көрген сайын саған больно.
и көресің тоже инстаграмнан беті таза әдемі қыздарды блин дейсің. И андай ғой, сол моменттерде біреу Балжан, бетің бұқыртылып кетті, бетіңе бірдеңе шығып кетті ғой, не болған деп айтса, вообще капец больно болады. И содан кейін сен адамдардан алшақтай бастайсың, онша ешкімге араласқың келмейді. Инстаграмда да өзің туралы бүйтіп суретке түсуді де қоясың, өзіңді салғың келмейді. В общем, өз-өзіңе вообще ұнамайсың ғой. И оны каждый раз айнаға қарап, соны көру больно, конечно, больно. И мен түсіндім, енді біреуді осуждать етпеймін деп. Потому что айтады ғой, Алла саған сол нәрсені өлгенше сезіндірмей сені өткізбейді деп. Рас екен қыздар, ол өте қиын, сен сол нәрсені сезінбей, түсінбейді екенсің. Так что артық сөйлемейміз, бұдан вывод. Жалпы мен қазіргі состояниема келуіме, менің осындай бұл өзгеруіме маған көмектескен бірінші дүние ол фейс фитнес. Оның да көмегі әжептәуір бар. Одан кейін қыздар, мен сок газировка, нан и сладостиларды азайттым. Бірінші фейс фитнес, екінші питание. Жалпы мен ол дүниелерден отказ бергеннен кейін мен не байқадым? Менің кожамның түсінің өзгеруін и отекқа да осылар әсер етеді екен. Отегім азайды, бетімде былай бүйтіп тұратын, и азанда тұрған кезде прям көзім до того бүйтіп қабағым ісіп тұратын. Солар менде жайлап кете бастады. И жалпы оны бүйтіп қарастырып іздестірген кезде ол дүниелердің, сол заттардың адамның ағзасына деген қандай зиян екенін көрдім, түсіндім да, и поэтому no дедім да, вообще отказ бердім. Қиын болды, особенно сладостьтен отказ беру менде қиын болды. Одан кейін только фокусты өзіме қоя бастадым. Кітаптарды оқи бастадым. Мен кітап оққанды өте жек көретінмін. Жаттау, кітап дегендерді вообще ұнатпайтынмын, білмеймін почему-то. И өзімді қинап болса да кітап оқуды бастадым. И мен Инстаграм, ТикТокқа жалпы артық кірмеуді тоже шешім қабылдадым. Потому что ол жақта мен түсіндім артық дүниелердің көп екенін. Ол нәрселердің бәрін біз көреміз, оның бәрі біздің миымызда тұрады ғой, и потом ол босқа мусор екен да. И алдымда тупо өшіріп тастадым. ТикТокты да, Инстаграмды да өшіріп тастадым. И сол кезде бір күнде уақыттың қандай көп екенін сезіндім да. И ютубтан подкасттар тыңдай бастадым. Солай менде күшті состояние болды да. И нәрсе маған ұнап қалды жалпы. Андай болады, настроением күшті болып, бұрындар раздраженный болып жүретін едім. И сол кезде түсіндім мен состояниемнің қалай өзгергенін, и қалай менің өзімнің сыртқы бейнеме де әсер ететінін түсіндім. Содан кейін мен неше түрлі практикалар жасай бастадым, өзімді қабылдау бойынша. Оны қайдан үйренгенімді білмеймін, ұмытып қалдым даже, ютубтан қарадым ба білмеймін. Мен просто айнаға қарадым да, өзімнің жақсы әдемі нәрселерімді былай өзіме қарап отырдым да, айнаның алдында айна практикасы дейді. Балжан, сенің көзің сондай әдемі, сенің ернің сондай әдемі, сенің қолдарың сондай әдемі, шашың сондай әдемі деп өзімнің каждый деталімді айта бастадым. Бір жерден естідім, көп қыздар өз-өзін былай айнаға бүйтіп толықтай бүйтіп қарай алмайды деп. Ол өте дұрыс емес дүние, негізі олай да істеп тұру керек. Ол адамның ішкі состояниясына күшті оң әсер ететін дүние негізі. Өзіңе просто қара да, өзіңнің жақсы қасиеттеріңді ізде. Жақсы бойыңдағы көзің әдемі, кірпігің әдемі, қасың әдемі деп солай жаса. И потом дәптерге шүкіршілік дәптер жаз, арна.
күнде әр мелочь заттардан: я алла, менің бүгінгі атқан таныма шүкір, менің отбасыма шүкір, менің осындай шаңырақта тұрып атқаныма шүкір, жеген асыма шүкір, 12 мүшемнің саулығына шүкір де, соның өзі адамның ішкі состояниесіне әсер етеді. Одан кейін өзің туралы тоже жаз, жақсы қасиеттеріңізде. Қандай жақсылық жасадың, жалпы сол дүниелер жаз. Болмаса адамдардан сұра: менің қандай қасиетім саған ұнайды? Болды, солай сұра. Только бізде фокус андайға, көбінесе жаман заттарға көп қойып тастаймыз. Өзіміздің всегда бүйтіп минусымызды іздей бастаймыз. И соның бәрін жойда, только өзіңнің жақсы қасиеттеріңді іздеп, жақсы қасиеттеріңді көре баста. Ол адамның өзінің қабылдауына, ішкі состояниясының өзгеруіне әсер етеді. Маған бір дүние ұнамай ма? Айтылып атқан әңгіме. Мен бұрындары ұялып, қысылып, деп отыра беретін, енді үйтіп отырмаймын деп шештім. Енді я мен сондаймын, не істей аласың, мен сондаймын, мен өзімді солай жақсы көремін деп айтып, өзімді қабылдап үйрене бастадым. Ұялмай өз ойымды, өз пікірімді ашық түрде айтып үйрене бастадым. Өзімнің ортамды тазаладым. Мені өсіретін, менен дәрежесі биік орталармен араласқым келді. Жалпы мышлениясы дамып кеткен адамдардың арасында жүрсем, жалпы сынықтан басқа нәрсем бәрі жоғады дейді ғой, сол сияқты ол да маған әсер ететінін түсіндім. Өзімді сондай орталарда көп жиі жүруді қалыптастыра бастадым. Сондай орталарға бара бастадым. Ол маған өте күшті әсер етті. Мен ол кезде ашылдым. Мен бетіп қысылып, жабылып қалған сияқты состояниеде жүрген сияқты болдым да. И өзімді қалай ашылып, ол орта менде блог жүргізетін блогерлердің ортасы болғаннан кейін өзімнің де блогқа деген мотивациям ашылып, блогты да жүргізе бастадым. Блогты жүргізгеннің де адамға әсері ашыласың, ұялмайсың. Мен басында қысылдым. Өзіме ұнамайды, өзімнің бүйтіп түсірген видеом, как будто біртүрлі нәрсе, болмайтын нәрсе түсіріп атқан сияқты болып сезіндім. Бірақ қанша ұялып, қысылып тұрсам да, сол дүниені салып жүретінмін. Күнде историяға шығам, солай сериалдарға түсе бастадым, солай өзімді қабылдауыма да сол дүниелер әсер етті. Негізі адамның ішкі состояниясының қандай болуы адамның өзінің сыртқы бейнесінен, киінуінен де байқауға болады да. Өзіңе ұнамасаң, былай қалай солай бүйтіп фигураң ұнамай тұрса, бүйтіп кең киім киесің, кроссовки киесің, например, солай киініп жүресің, уже саған қызық емес болады. Ол дүниелер бір жасыру, мен денемді толық екенімді, намайымды ешкім байқамаса екен деген сияқты, сондай уже автоматически бүйтіп әдемі болып жүруге десеңде көңіл күй, настроение болмайды. Универде оқып жүрген кезімде ғой болды, айттым қыздарға: қыздар, енді мен болды, бүгіннен бастап только юбка киемін дедім. Ол кезде мен всегда джинсы, шалбар киіп жүретін, білмеймін не үшін екенін, спортивный бүйтіп киініп жүретін едім да. И ол дүние уже маған ұнамай бара бастады. И универде бір қыз болатын, сол қыз всегда каблукпен бүйтіп күшті болып жүретін. Сол қыз маған солай киінуіме, женственностімді артуыма әсерін тигізді. Сізге рахмет көп. Сол қызды көре бастап, мен де өзімнің іштей сондай болып жүруімді қалайтынымды түсіндім да. И ойладым, маған не кедергі, маған ештеңе кедергі емес. Давай начинай сен де сөйтіп киінуді. Мен бастап, мен күнде юбка киіп бастадым, содан кейін жайлап только каблук кие бастадым. Қыс болсын, жаз болсын, күз болсын, только с каблуком, хотя бы надо кішкентай болсын, каблукпен киіп жүре бастадым. Солай мен киінгеннің, каблуктың адамның тоже настроениесіне, состояниесіне күшті әсер ететінін түсіндім да. Каблукпен жүрген кезде де адамның походкасы өзгереді ғой, былай нежный болып, күшті бола бастайсың. Уже адамдардың взгляды, сен самооценкаңды көтереді. Жалпы советую, если женственностіңізді, самооценкамды арттырам десеңіз, каблук киіңіз. Әр күнімді праздник қылуды үйрендім.
мынандай сырға болса да мынандай украшенияларды күнделіктіге тағам деп шешіп, жиынға, туған күнге баратындай болып киініп жүре бастадым. Каблук киіп, юбка киіп, украшениялар тағып, солай мен өзімнің женственностімді арттырдым. Менде енді өзімнің өмірлік ситуацияма байланысты менде кішкене ер азаматтарға деген андай болатын, суықтық болатын. Маған енді болады ғой, енді танысақ бірдеңе деп сөйлесем, мен всегда суық қарап, бүйтіп жақтырмаған көзбен қарайтын. И сол нәрселерді тоже ер азаматқа деген отношениямды тоже өзгертем деп шештім. Жақсы ойлы ер азаматтарды өте көп. Миыма сондай программа қойдым. Менің айналамда сондай қамқор, ниеті түзу, жақсы, шын ниетпен көмектесетін сондай ер азаматтар бар деп сене бастадым. Және де ер азаматтардың маған деген көмегін қабыл ала бастадым. Осы дүние, осы әрекет менің осындай состояниеға өзгеруіме әсер етті. Сол үшін де сіздермен бөлісіп қояйын деп шештім. Жалпы қыздар, бәріңізге сапалы өмірді тілеймін. Өз-өздеріңізді шынайы жақсы көріңіздер. Бәріңізге